Баршаңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін нағыз алдағы ыстық күндері жазда шөлді басатын макси чайдың жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл біз ішіп жүрген дүкендерде сатылатын нағыз макси чайдың өзі. Осыны үй жағдайында тез және кішкене ғана затпен жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен бізге осындай эмальді кастрюль қажет. Оның ішіне керек мөлшерінде су құямыз. Менде бұл жерде 3 литр су бір қайнатып алдым. Қайнап болғасын отты баяулатып, осылай 2 пакетик көк шайды салып, өзінің түсі шыққанша ұстайтын боламыз. Содан соң 2 лимонның сыртын жақсылап жуып, осылай жіңішке бөліктерге бөліп, қайнап тұрған суымызға саламыз. Жақсылап араластырып жібереміз. Содан соң қант салатын боламыз. Болды, қоспасының барлығы осы тек лимон, көк шай және қанттан тұрады. Ешқандай бояғыш, қышқыл, дәміреттегіш деген сияқтарды қоспаймыз. Үй жағдайында жасалғаннан кейін бұның дәмі енді дүкендердікінен өзгешерек болады. Қатты тәтті болсын десеңіз, қантты көбірек қоссаңыз болады. Мен көрсеткен мөлшерден болмаса, осымен жасай берсеңіздер жақсы шығады. Салқындатып ішсеңіздер өте керемет. Макси чайдың иісі де, дәмі де дәл сондай, бірақ енді бұнда бояу, қышқыл реттегіш, әртүрлі лимон қышқылы, апельсин қышқылы деген сияқты қосындылар қоспағаннан кейін дәмі шамалы басқашалау болып шығады. Бұл енді таза құрамы жағынан табиғи сусын болғандықтан балдарыңызға да берсеңіздер болады. Ешқандай өзінің кері әсерін, аллергиясын деген сияқты ештеңе бермейді. Осылай барлығын салғаннан кейін бір қайнатамыз, содан соң оттан өшіреміз. Тек қана бір рет қайнату керек. Сосын көк шайымызды алып тастаймыз, лимондар тұра береді. Бір араластырып жібереміз. Одан кейін бөлек ыдысқа осы біздің суымызды сүзіп алатын боламыз. Өйткені бізден лимонның өзінің дәнектері сондайлары болуы мүмкін. Басқа ыдысқа осылай сүзгіш арқылы барлығын толықтай сүзіп алып, бөлме температурасында суытатын боламыз. Әбден суығаннан кейін барып, біз холодильниктен салқындататын боламыз. Болды, біздің осымен макси чайдың жасалу жолы. Барлығы өте оңай, көріп тұрғандарыңыздай. Заты да азғанай. Жазды күндері жасап қойсаңыздар, өте керемет сусын. Бөлме температурасында әбден суығаннан кейін мен осындай ыдыстарға құйдым, графинге, колаларға, және сіздерге көрінікті болу үшін макси чайдың өзіне құйып шықтым. Не көріп тұрғандарыңызда ешқандай айырмашылығы жоқ. Дәмі барлығы өте керемет болып шығады. Осыны тоңазытқышта суытып, әрі қарай өзіміз ішіп пайдалана береміз. Менің жасаған рецепт сіздерге ұнаған болса, өздеріңіз лайктарыңызды басып, комментарияда пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер. Тағы да осындай айсти, каркаде сусыны және компоттар жазға қарай енді осындай керемет салқын сусындардың рецептін түсіретін боламын.